Сәлем достар, мен бүгін өте сочный тайский салатын қалай жасалатынын сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен етімізді маринадтап қорып аламыз. Маринадқа не қосатынымды описанияға қалдыратын боламын. Баклажандарымызды осылай ұзыншалап турап алдық. Салатанға салып, үстіне кукурузный крахмал сеуіп, майға қуырып аламыз. Біздің баклажандарымыз осылай хрустящий болып пісті. Енді осыны салатымыздың құрамына қосатын боламыз. Мұнда мен сары морковь пен қызыл морковьті суға қайнатып алдым. Сіздер майға қуырып алсаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Банкідегі корнишон огурцаларын пайдаланатын боламыз. Осындай жіңішкесін таңдап алсаңыздар болады. Бізге әртүрлі түсті осындай тәтті бұрыш керек. Менде мұнда қияр, помидор бәрін турайтын боламыз. Салатымыз дайын болды. Енді осының үстіне укропты ұсақтап турап саламыз. Үстіне чеснок өткіземіз. Дайын болған салатымыздың үстіне тұз себеміз. Кристаллик себеміз, китайский тұз. Ащы қызыл бұрыш себеміз. Паприка. Сикер себеміз, песок. Салатымызды араластырып, тарелкамызға саламыз. Салатымыздың бетіне осылай кукуруз сеуіп жатырмын. Горох сепсеңіздер де болады. Бетіне кунжут себем. Достар, мен бүгінгі жасаған өте сочный ет қосылған тайский салатым дайын болды.